Сәлематсыңдар ма балалар? Қазақ тіл сабағы. Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз адамзат үшін тілдің маңызы деп аталады. Дәптерлеріңізді ашып, күннің жады мен бүгінгі тақырыпты жазып қойыңыздар. Осы сабақ барысында сіздердің меңгеретіндеріңіз мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру. Балалар, адамға тіл не үшін қажет деп ойлайсыздар? Алдарыңызда көріп тұрғандай суреттерге қарай отырып, осы сұраққа бірге жауап іздеп көрейік. Тіл біздің барлық күнделікті қарым-қатынасымыздың негізгі құралы. Егер тіл болмаса, біз өз ойымызды, пікірімізді жеткізе алмас едік. Тағы да тіл не үшін қажет деп ойлайсыздар? Ойланыңыздар. Сіздер дұрыс ойлап отырсыздар. Тіл ең біріншіден адамдар бір-бірімен тіл арқылы түсінісу үшін және пікір алысу үшін, өз ойын жеткізу үшін керек. Тіл арқылы білім алып, жаңа мамандықты игереміз екен. Және үшіншіден, өзге халықтың немесе өзіміздің халқымыздың салт дәстүрлерін де тілдің көмегімен танып, ғибрат алып, жүрегімізге дарыта аламыз. Сондықтан халқымыз өнер алды қызыл тіл деп тегін айтпаған екен. Мәтінге назар аударамыз. Біздің заман жазу заманы. Тіл адамның адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі. Осы дүниедегі адамдар тілінен айырылып, сөйлеуден қалса, қандай қиындық күйге түсер еді. Біздің заманымыз жазу заманы. Жазумен дүниенің бір шетіндегі адам, екінші шетіндегі адаммен сөйлеседі. Сондықтан сөйлей білу қандай керек болса, жаза білудің керектігі одан да артық. Сөйлегенде сөздің жүйесін, қисынын келтіріп, сөйлеу қандай керек болса, жазғанда да сөздің кестесін келтіріп жазу сондай керек. Ахмет Байтұрсынұлы. Мәтінді тағы да бір рет оқып шығыңыздар. Ендеше балалар, мына сұрақтарға ауызша жауап беріңіздер. Осы видео сабақты көріп болғаннан кейін міндетті түрде бірінші тапсырмаға ауызша жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: неге біздің заманымыз жазу заманы деп аталады екен? Бұлардың барлығы да мәтін бойынша сұрақтар. Неге жазу заманы деп аталады біздің заманымыз? Екінші, сөздің кестесін келтіру дегенді қалай түсінесіңдер? Өз ойларыңызды айтыңыздар. Балалар, бірінші тапсырманы орындап болсақ, екінші тапсырмаға көшейік. Өздеріңіз күнде естіп жүрген тіл туралы мақал-мәтелдердің екінші бөлігін табу керек. Яғни, бірінші бөлігі мен екінші бөлігін сәйкестендіріп жазамыз. Тіл тас жарады, тас жармаса, ары қарай дұрыс бөлігін тауып жазасыздар. Дәл осылай қалған 5 мақалды да жалғастырып жазамыз. Керекті бөлімін ғана. Яғни бірінші графа мен екінші графаны бір-бірімен сәйкестендіреміз. Өте жақсы балалар, бүгінгі сабақты ойдағыдай аяқтадыңдар. Ендеше бір сөйлеммен рефлексия жасаймыз. Мен бүгінгі сабақтан, мына көп нүктенің орнына осы сабақтан не үйренгендеріңізді жазыңыздар. Өте жақсы, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тапсырмалардың барлығын орындап болдық. Ендеше сау болыңыздар.